Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді әрі әдемі қонақ күткенде дастарханның сәнін келтіретін муравейник жасаймыз. Бөлме температурасында тұрған май саламыз. Жұмыртқа қосамыз. Қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнға қопсытқыш қосып араластырып аламыз. Сұйық массаның үстіне електен өткізіп қосамыз. Қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырды орап, мұздатқышқа 1-2 сағатқа қоямыз. Қатқан қамырды үккіштен өткіземіз. 180 градуста 15-20 минут пісіреміз, беті сарғайғанша. Крем дайындаймыз. Вареный сгущенкаға еріген май құйып араластырамыз. Қамырымыз пісіп шықты. Ыдысқа салып, қолымыздың көмегімен үгітеміз. Қатты үгітудің қажеті жоқ, орташа етіп үгітіп дайындаймыз. Кремді салып араластырамыз жақсылап. Дайын болған массамызды рюмкаға видеодағыдай етіп саласыз. Ыдысымыз ылғал, су болуы қажет. Құрғақ болса, сізде муравейник шықпайды. Салып болған соң осылай аударасыздар. Әр жасағаннан кейін ыдысты жуып отыру қажет. Дайын болған муравейникті тоңазытқышқа салып қоямыз. Мен бетін ертілген шоколадпен әрледім. Сіз қалауыңызша әрлеуге болады, мак сепсеңіз болады. Кондитерлік қалташаға шоколадты салып, ыстық суға ерігенше батырамыз. Видеодағыдай етіп шоколадты құйып шығамыз. Өте әдемі әрі дәмді муравейник дайын. Сіздермен болған Әсел. Лүпіл басуды ұмытпаңыз.